Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нүкіс филиалында жасалма тұқымландыру бойынша қанегелік арттыру семинары шөлкемлестірілді. Сөз хабаршымызға. Семинарға Қарақалпақстан Республикасының барлық қала һәм районларында жұмсалып барып отырған 70 техник осеминаторлар қамтып алынды. Ең ахметлісі оқушыны қолдарында тікелей өндірісте менет етіп отырған амелиятшы қанегелердің қатынасып отырғаны, білім һәм тәжірибенің аймақтарға жедел жеткерілуіне қызмет етпекте. Оқу бағдарламасы заманауи ветеринария, репродуктивлік биотехнология һәм нәсілшілік тарауындағы ilmiy қатынастар текарында қалыптастырылған. Іләш дауамында тарау қанегелері тарапынан әрбір процесс халықаралық амелиятта қолданылып отырған, яғни белгіленген талаплар текарында басқыш түсіндірілді. Бүгінгі күнде дүния тәжірибесі соны көрсетпекте, жасалма тұқымландыру технологияларын кеңінен енгізу, шаруа малларының генетикалық потенциалын арттыру, өнімдарлықты көбейту, нәсіл сапасын жақсылау һәм жұқпалы кеселіктер тарқалуының алдын алуда ахметлік орынды иелейді. Chorvachilikning bugungi rivojlantirish holati, chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish, zotini yaxshilash, ularning bosh sonini ko'paytirish bilan birgalikda mahsuldorligini yuqori darajaga ko'tarishni masalalarini hal qilish bo'yicha seminar darslarni olib bordik. Amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi, seminar ma'ruzalar bo'ldi. Mana bu yerda biz sun'iy urug'lantirish ustalarini birinchi navbatda aholining mollariga sun'iy urug'lantirish bilan ularning zotini yaxshilash usullarini o'rgandik. Hayvonlarni urug'lantirishga tayyorlash, ularni yaxshi to'g'ri oziqlantirish, parvarishlash asosida ularni kuyga keltirish va ularni yuqori mahsuldor buqalarning urug'i bilan urug'lantirish orqali mahalliy zotli mol, kam mahsuldor mollarni mahsuldorning oshirishga erishish yo'llari bo'yicha ularga ma'ruzalar o'tdik. Darslarimiz o'tish jarayonida biz hayvonlarni urug'lantirishga tayyorlash, ularni oziqlantirish, ayrim kasalliklarni, bepishliklarga sabab bo'ladigan kasalliklarni davolash va oldini olish bo'yicha ma'ruzalar olib bordik. 10 kun davom etgan qanegелік арттыру семинарларының жұмағында қатынасушылардың иелеген білім һәм көлікпелері тәжірибелі қанегелер тарапынан адалатлы түрде бағаланды. Іләш жұмағында 70 техник осеминаторға арнаулы сертификатлар тапсырылды.